Сәлем, оқушылар, қалайсыздар? Сіздермен әдеттегідей Нұрс ағайларыңыз және біз бүгін 20-06 күні шыққан сұрақтарды талдап, оған дейінгі есептерді талдап, сіздерге слифтардың сұрақтарын көрсететін боламыз. Олай болса, оқушылар, Нұрс ағайларыңды қолдағыларың келсе, Instagram және YouTube парақшаларымызға тіркеліп алыңыздар. Телеграмды жаңадан аштық сіздер үшін. Және де біз білесіздер нұсқа талдау жүргізіп жатырмыз. Яғни 5 күндік нұсқа талдау дедік, бірақ та бірінші ағыммен бастаған оқушыларымыз екінші ағыммен бастаған оқушыларымыз үшінші ағыммен де бәрі бірге әлі күнге дейін нұсқа талдауға қатысып келе жатыр. 3 апта қатысып келе жатқан балаларымыз даже бар. Қараңыздар оқушылар, мына жақта біздің кішігірім нәтижелеріміз бәрін көрсетпей-ақ қояйын, енді базовыйларын. Қараңыз, 45, 42, 41, 41, 42, 42, 46. Бұл деген бұрында нәтиже жасай алмай жүрген балаларымыз келіп бізге нәтиже жасап жатыр. Неге? Өйткені өкінішке қарай сұрақтар қайталанып келіп жатыр. Біз оны талдап жатырмыз. Одан бөлек біз қиын тақырыптарды, есептерді шығарып үйретіп жатырмыз. Қосымша органикалық, биорганикалық реакциялардың жинағы мен авторлық кітапшамызды сыйға беріп жатырмыз. Оның ішінен полный сұрақтардың бәрі келіп жатыр. Енді қараңыздар оқушылар, кері байланыстар. Мына жақтан жақындатып оқысаңыздар болады, кім не үйренген екен, кім қанша прогресс жасап жатыр екен, иә? Оқушылар, келесі аптаға 4-ші ағымға тіркелу ашылды. Бүгін ертең тіркелген оқушыларымызға нұсқа талдау тобына тіркелу бізде 4990 теңге. Дүйсенбіден бастап ол баға бізде 7990 теңгеге өседі. Сол үшін ертерек үлгеріп қалыңыздар, мен описанияда номер қалдырам, немесе Нұрс ағайларыңның Instagram парақшасына да жазсаңыздар болады. Нұрс ағайларың, иә, Нұрс ағай. Мына жерде нүкте. Ертерек үлгеріңіздер. Орындар бар кезде келіңіз, сіз де прогресс көрсетіңіз. 40-тан аса алмай жүрсеңіз 45 алыңыз, 30-дан аса алмай жүрсеңіз 35-40 алыңыз деген сияқты біз сіздерге көмектесеміз қуана-қуана. Ал енді есептерге келетін болсақ, ең знаменитый есеп қайталанып келіп жатыр дейсің ғой. Метан, этан, пропен қоспасын сутек бойынша тығыздығы 14-7 дейді. Осы қоспаны бром суына қосқанда сутек бойынша тығыздығы 11-5 болды. Пропеннің көлемдік үлесі қандай? Қараңыз оқушылар, мысалға метан, міне, этан және пропен тұр, иә? Қараңыздар, бізде мына барлығының, міне, 14-7 дегеніміз DH2 көбейтетін болсақ, бұл 29-4 болады, 2-ке көбейтіп жіберсек. 11-5 дегеніміз DH2 көбейтіп жіберетін болсаңыз, бізде 23 болады. Енді қараңыз, 23 деген қайсысы? Мына екеуі ғой, міне 23. Потому что пропен бром суын түссіздендіреді. Ал 14-7 дегеніміз, яғни 29-4, мына екеуі бірге, точнее үшеуі бірге. Енді біз қалай шығаратын едік қоспа есептерін? Бір компоненті бізде мысалға x болса, мына компонентіміз біздің 1 минус x болады, яғни көлемдік үлес. Потому что біреу 70% болса, екіншісі 30%, біреу 40% болса, екіншісі 60% автоматически, 0,4 болса 0,6, 0,7 болса 0,3, 0,8 болса 0,2 деген сияқты сәйкесінше. Енді мына орташа салыстырмалы атомдық масса дегеніміз неге тең? 29-4 бүкілнікі. Ол өзінің көлемдік үлесі, яғни фи, x, в данном случае, малярлық массасына көбейтесің просто. 42 дегеніміз бізде пропен. Қосылған екінші фи бізде бір азайтылған x, мына газдар қоспасының орташа салыстырмалы массасы беріліп тұр 23. Осы жерде қазір x-ті таба салатын болсам, оқушылар, менің есебім шыға келеді екен, 29-4. Енді сандарды бір жаққа, x-терді екінші жаққа жинаймыз. Сол кезде 42 азайтылған 23 дегеніміз 19x, 29-4-тен 23 азайтатын болсаң 6,4, x тең болады екен, 19-ға бөліп жасақ 0,33-68. Яғни пропеннің көлемдік үлесі 33-68% болады екен. Осылай есептерді оңай жолмен шығарып үйренген келсе, кел. Жаным ол, кел, біз сен дайындаймыз, міне, Instagram парақшаға жаз. Немесе описанияда мен номер қалдырып кетем, сол жерге жазсаң болады. Келесі, қайталанып келетін, каждый тақырып, каждый нұсқада болатын олиумның есептері. Қараңыз, бізде олиумды шығару үшін Нұрс ағайыңның шаблоны ғой, сол баяғы. 200 грамм 40%-ық күкірт қышқыл ерітіндісін алу үшін дейді. Міне 200 грамм ерітінді деген H2S4 пен H2O, мынау 40% дейді. Бізге не дейді? SO3 және H2S4 дейді олиум, және судың массалары қажет дейді.
мынау бізде y болса, давайте біз мынаның малярлық массасын есептеп алайық. Мына H2S4 SO3. Бұл тип анандай есеп қой. 0,75 SO3, 0,5 SO3 деген сияқты тура сондай 1 деген коэффициенті бар SO3. Яғни мынауымыз біздің 98 болса, мынауымыз біздің 80 болса, общий 178 екен. Яғни мен мынаны сразу 178x деп алам, ыңғайлырақ болу үшін. Енді сызам, астында 200, міне общий масса көбейтілген 100 тең болады процент. Міне, процент. Енді іздейміз M3. Біріншісі, H2S4-тің массасы бірінші жәшікте 98x. Яғни 178-дің 98x-і H2S4. Екінші жәшікте бізде жоқ, потому что екінші жәшікте таза су. Үшінші масса бізде әрине реакциядан келеді ғой, оқушылар. Оны өздеріңде біліп тұрсыңдар ғой. Міне M3 астында 98 SO3 арқылы есептейміз, потому что соңында ерітінді шықты. Егер соңында олеум шықса, о кезде су арқылы есептейміз. Бұның массасы 80x. Міне ғой, 178-дің 80x-і. M3 тең болады 98x пропорциямен шықты. Міне 98x. Төбесін қосып алам. 196x тең. Мына екеуін қысқартқанда 0,4. 200-ді 0,4-ке көбейтсем 80. X-іміз тең болады екен 80 бөлінген 196. Яғни 0,4816 моль. Бізде не сұрап тұр? Олеумның массасы. Конечно, мынаған көбейте саласың ғой 178-ге. Шыққан зат мөлшер жоғалтып алмас үшін бірден көбейте салам. Көбейтілген 178. Жауабымыз 72-де 65 грамм H2S4 көбейтілген SO3. Олеум. Ал судың массасы ше? 200-ден азайтып тастаған кезде судың массасы шыға келеді екен 127,35 грамм. Калькуляторым қателескен жоқ, осылай болады екен. Мына есептер сізге келіп жатса, комментке де хотя бы жазып кетіңдер. Ағай, мынау маған келді деген сияқты. Ары қарай кеттік. Азоттың массалық үлесі 15,73% болатын, массасы 4,45 грамм. Амин қышқылының метил эфирін алу үшін қажетті карбон қышқылының массасы. Азоттың массалық үлесі дегеніміз қалай ол? Оқушылар қараңыз. Амин қышқылы міне NH2XCOOH. Осындай ғой, амин қышқылының формасы міне амин, міне карбон қышқылы, ортасында бір көмір сутек тұр, алкен тұр, яғни. CH2 болу мүмкін, CH2, CH2 болу мүмкін, CH2, CH2, CH2 болу мүмкін. Қазір оны тауып алайық қанша екеніне. Яғни 15,73 тең көбейтілген 100. Азоттың массалық үлесі. Азот бізде бір-ақ штук болады амин қышқылдарында, 14 бөлінген какой-то бір А болсын. А деген мынаның в общий малярлық массасы. Мына екеуін қысқартам 0,1573. А тең болады 14-ті мынаған бөліп тастаймын, Калькулятормен есептеп жүретін болсақ, оқушылар 14 бөлінген 0,1573. Яғни амин қышқылының малярлық массасы 89 грамм бөлінген моль екен. Енді мына 89 грамм бөлінген мольдан біз азайтып тастаймыз. Амин қышқылының метил эфир екен. Мына жерде CH3 бар екен, метил эфирі. Яғни біздің формула қандай? NH2XCOO метил эфирі. Енді мына X-ті табу үшін мен 89-дан азайтамын 16-ны, NH2-ні. Азайтамын 44-ті, COO. Азайтамын 15-ті, CH3. Сол кезде менде X-қа тең екен. X-іміз тең болады екен, менде қанша болады екен? 14 болады екен, 14 деген бізде CH2. Значит, біздің амин қышқылымыз NH2, CH2, COOH. Амин сірке қышқылы немесе глицин деп те атаймыз. Енді дейді бізде болатын массасы, міне қараңыз, NH2, CH2, COO, CH3, бұның массасы 4,45. Астында малярлық массасы. Бұны алатын амин қышқылының массасын тап дейді. Біз сразу осылай пропорция жасай саламыз, потому что мынау бізде эфирлену реакциясынан келген көміртек болған үшін, ол жерде коэффициенттердің бәрі бірге бір болады. Мынаның массасын сұраптыр. Глициннің малярлық массасы 75, мынаныкі бізде 89. Міне пропорция жасап жүретін болсақ, М тең болады екен менде 4,45 бөлінген 89 көбейтілген 75. Яғни 3,75 грамм. Пожалуйста. Осылайынан есептерді оңай шығарамыз. Ары қарай кеттік. Массасы 32,55 грамм. Белгісіз ЕО металл оксидін толық еріту үшін күкірт қышқыл ерітіндісі қолданылды. Реакция аяқталғаннан соң қышқылдың массалық үлесі 8,61% болды. Белгісіз металлды анықтаңыз дейді.
Енді қараңыз оқушылар, бұндай есептерді қалай шығарамыз? Алдымен реакцияны жазып алайық, сол кезде ESO4 қосылған H2O. Бізде дейді, қышқылдың массалық үлесі 8-де 61 болды дейді. Бұл не деген сөз оқушылар? Ең алдымен бастапқы массаны тауып алайық. Давайте 80-ді 1/19-ға көбейтеміз. Бастапқы күкірт қышқылының ерітіндісінің массасын тауып аламыз. Көбейтілген 1/19. 95-2 грамм. Демек, оқушылар қараңыздар. Мынаның процентін табу үшін мен давайте мынаның бір какой-то массасы қалқалды деп есептейміз. Реагенттер артылып қалады, өнімдер пайда болады. Міне, М болсын. М бөлінген, мынаның процентін табу үшін не істеймін мен? Көбейтілген 100 тең болады 8,61%. Яғни, ерітіндінің массасы деген бүкіл реагенттерді қос дейді. 32,55 қосылған 95,2. Азайтылған газ болса газ, тұнба болса тұнба. Бірақ мұн жерде екеуі де жоқ. Сол үшін мен қазір М-ді тауып алатын болсам 0,0861 М тең болады екен 32,55 қосылған 95,2 көбейтілген 0,861. Яғни 11 грамм. 11 грамм H2SO4 реакцияға кірмей қалған. А басында қанша болған ол? 95,2-нің 27% болған. Есептеп жереміз. 0,27 25,7 грамм H2SO4 басында болған. Басында. Значит, қаншасы реакцияға кіріп кеткен оқушылар? Осы жерде просто пропорция істей саламыз ғой міне. H2SO4. Мынау бізде 98, мынау плюс 16 молярлық массасы, Мынаның массасы 32,55 беріліп тұр. Ал H2SO4-тің реакцияға кіріп кеткен массасы дегеніміз 25,7-ден басындағыдан азайтып тастаймыз. Реакцияға кірмей артылып қалған 11-ді. 14,7. Мені жаз қоям 14,7. Пропорция шығып жеретін болсаңыз оқушылар, 14,7 бөлінген 98, 0,15. 32,55 бөлінген 0,15, 217. Азайтылған 16. Тең болады 201. Яғни, бұл бізде сынап екен. Пожалуйста. Аспиринді зертханада неден алады? Бұл ЛБ өте ғой. ЛБ дегеніміз лапта бізде бензолдан алады. Екі түрлі тәсілмен алады. Біріншісі кумолдық тәсіл, екіншісі Фридл Крафтпен алады. Яғни алкилді барып отырғызады, сосын дальше. Ал өт дегеніміз өндірісте бізде толуолдан алады, 6 сатыда аламыз екен. Жаттабандар ЛБ өт. Екі түрлі әдісі бар, бізде мені. Кумолдық әдіс, Фридл Крафтпен аламыз екіншісін. Ары қарай кеттік. Силициум HNO3, H2, H2 силициум фтор 6, NO, H2O. Мұна біздің биорганикалық реакциялардың жинағында бар реакция ғой. Яғни 100% бүкіл зат қайталанып келіп жатыр екен, Қараңыз, силициум қосылған HNO3 қосылған H2. H2 силициум фтор 6 қосылған NO қосылған H2O. Қалай теңестіреміз? Силициумна 0, мұна жерде плюс 4. Азотта плюс 5, мұна жерде плюс 2. Бұл не деген сөз? Яғни, мұнау силициум 0-дан силициум плюс 4-қа барса 4 электрон берді. Азот бізде плюс 5-тен азот бізде плюс 2-ке түссе 3 электрон қосты. Значит, мұна 3 таламда мұнда қоям, мұна 4 таламда мұнда қоям. Қай жерден бастап қоямыз? Коэффициенттерді. Менің қатысып атқан 100-ден асып кеткен оқушылар, бәрі айтатын еді. Ағай, өнімнен бастап қоямыз. Әрине. Мұнау айтады, мұнаның алдына 3 қой дейді, міне, 3. Мұнаның алдына 4 қой дейді, міне 4. Қарайсың жан-жағына. Басқа азот бар ма, жоқ па? Жоқ. Значит, мұнда смело 4 қоясын. Значит, мұнда силициум басқа жоқ, смело 3 қоясын. Енді фторларды санасаңыз 18, мұнда смело 18 қоясын. Енді сутектерді санасаңыз сол жақта 22, оң жақта алтын азайтып жасаң 16. Значит, мұнда 8 қоясын. Общий коэффициенттерді қосатын болсаң 3 қосу 4 деген 7, 18-ді қоссаң 25, мұна жақта 15, значит 40 болады екен. Кешен түзуші кешен түзуші заттар дегеніміз міне. H фтор деген кешен түзуші қосылыс. Потому что лигандтарға фтор барған екен деген сөз, Кімге келді осы сұрақ? Комментарийға жазыңдар. Күкірт қышқылының 24,5%-дық 200 грамм ерітіндісін дайындау үшін суға қосылатын олиумның массасы. Мынау тура жаңағы сұрақ қой. Просто процент қана өзгерген.
видеоны артқа айналдыр да Нұрсағайыңның тәсілімен шығарып көр. Егер сенде шықса, значит саған Нұрсағай 2 минутта олиумның қиын есептерін шығарып үйретті деген сөз. Кері байланысыңды Инстаграмға жазып жібер. Ағай, мен шығардым, тексеріп беріңіз, немесе мені белгілеп Инстаграмға сал жібер сторисқа, мен соны өзімнің сторисіме алып кетем. Келістік, иә? Ары қарай кеттік. Күміс нитрат ерітіндісіне массасы 20 грамм кадмий пластинкасын батырып, толық реакция жүріп біткенше ұстады. Орын басудан кейін пластинканың массасы 26%-ға артты. Бастапқы күміс нитратының массасы қандай дейді? Кадмий қосылған күміс нитраты екеу тең болады кадмий нитраты қосылған екеу күміс. Енді қараңыздар. 26%-ға артты деген не сөз ол? Яғни мынаны есептейтін болсақ, мұны 2х дегеніміз 216 азайтылған 112. Тең болады, қанша болады? 216 азайтылған 112 деген 104х. Х деген зат мөлшері, қазір оны тауып аламыз. 20 грамм кадмий пластинкасын батырған кезде 26%-ға артты. Демек, 20-ның 26%-ын есептеп жүретін болсақ, 5.2 грамм. Зат мөлшері тең, міне, 5/2 бөлінген 104. 5/2 деген өзгерген масса, 104 деген өзгерген малярлық масса. Сәйкесінше екеуін бір-біріне бөлетін болсаңыз, 0.05 моль. Бізде не сұрап тұр екен? Бастапқы күміс нитратының массасы қандай? Пожалуйста, мұнан табатын болсақ, масса AgNO3 тең 2 коэффициенті бар, я? Көбейтілген 0,05, көбейтілген 170 дегеніміз 17 грамм екен. Болды, есептердің бәрі осылай шығады. Массасы 68 грамм аммиак өршіткі қатысында тотықты дейді. Алсаған аммиагымыз өршіткі қатысында тотыққан кезде бізде NO шықты және H2O шықты. Мынанша жылу бөлінсе, мынанша литр аммиак. Мына жерде реакция керек емес екен, иә? Мынанша грамм аммиак дегеніміз 68 бөлінген NH3. Яғни 68 бөлінген 17 деген 4 моль деген сөз. Сәйкесінше 4/48 литр дегеніміз оқушылар 22-ді 4-ке бөліп тастайтын болсаңыз 0.2 моль. Енді ол бүйтіп сұрап тұр ғой. 4 моль болғанда 905-6 килоджоуль бөлінсе, 0,2 болса қанша бөлінеді дейді. Егер осындай теңдеуді құралмайтын болсаң, конечно, біз саған оның бәрін үйретеміз. Просто нұсқа талдауға үлгеріп тіркел, пока орындар бітіп қалмағанша. Міне 45/28 деген қай вариантта бар? Міне D вариант екен. Пожалуйста, термохимиялық реакциялар. Кермек суда киім жуғаннан кейінгі өнім дейді. Біріншіден, бізде кермек суда кальций және магнийдің иондары болады. Кальций хлорид мысалға, иә? Карбонаттар болады. Ал енді сабынмен киім жуған кезде стеарин қышқылы натриймен кальциймен болады. Натриймен болса қатты сабын, калиймен болса сұйық сабын деген сияқты. Екеуі реакцияға түскен кезде не пайда болады бізде? Кальций стеараты пайда болады екен тұнба ретінде. Және өнім ретінде варианттарға байланысты натрий хлор, сұйық сабын болса калий хлор деген сияқты заттар шыға береді екен. Толуыл әрекеттесетін заттар көп жауаптылықта кепті бүгін. Жауаптылықта деп жазып қойыппын ғой. Оқушын жазып жүрген ғой просто. Енді бұл жерде біз органикалық реакциялардың жинағын бердік. Сол жерде толуылдың бүкіл түсетін реакциялары сол жерде жазылып тұр, иә? Біріншіден галогенмен түседі деп тұр мысалға. Алюминий хлор 3 немесе феррум хлор 3, феррум бром 3 деген катализатор қатысында. Сутекпен тотықсызданады деп тұр, иә? Платина, палладий, никельдің қатысында. Содан кейін HNO3 пен ТНТ түзеді деп тұр. Тринитротолуол, иә? Содан кейін бізде калий МНО4 пен H2S4-тің қатысында тотығып, бізде бензой қышқылын түзеді деп жазылып тұр. Ол реакциялардың жинағы ОБТ-да точно келетін, 100% келетін реакциялардың жинағын нұсқа талдауға қатысқан оқушыларымыздың барлығына тегін беріп жатырмыз. Келіп алсаңдар болады. Табиғи буферлік ерітінді деген кеше талдап көрсеттім. Оқушыма тура осы сұрақ бүгін кепті. Ағай деп ерекше рахметін айтып жүрген ғой. Ағай, бір балыңыз үшін рахмет депші. Пайде бүгін 7-8 сұрақ қайталанып келген. Бірақ осы үшін именно енді мұнан білмеген ғой до этого. Бұл әрине бізде қан ғой оқушылар. Қан, иә, бұл 7,4 pH-тан аспайды, иә. Яғни буферлік ерітінді деген өзінің pH мәнін өзгертпейтін ерітінділер циклмен жүре береді, айналып, иә.
Кевлар келді, қандай мономерлерден тұрады дейді. Кевлар дегеніміз оқушылар, бұл бізде амидтік талшық. Амидтік талшық. Бұл бізде біріншіден кевлар, міне лавсан дегендер екеуі де неден жасалады? Терафтал қышқылынан жасалады. Яғни терафтал қышқыл дегеніміз не? Мына COOH, міне COOH. Терафтал қышқылы. Және егер бізде кевлар болатын болса, біріншісі бізде болады екен дифенил амин болады екен, иә? Парадифенил амин дегеніміз мынандай ғой. Мұнда тұрса, мына жерде де міне NH2. Ал енді лавсан дегеніміз бұл әрине бізде этилен гликольдан жасалады. Мынау бізде амидтік болса кевлар, мынау бізде полиэфирлі талшық екен. Неге? Өйткені мұнда амин тобы болған үшін амидтік. Полиэфирлі дегеніміз спирт пен карбон қышқылы реакцияға түскенде күрделі эфир пайда болады. Сол үшін бұл полиэфирлі талшық, біліп алыңдар, иә? Кевлар бізде бронежилет жасауда қолданылады. Ол үшін бізде номекс деген материалмен реакцияға түседі. Жаттап алыңдар. Қазір келіп жатқан сұрақтар негізінде осылар, иә? Әрі қарай кеттік. 200 грамм 14,1% фенол ерітіндісіне 240 грамм бром суын қосты. Ерітіндіде қалған бромның массалық үлесі қандай? С6H5OH қосылған 3 бром. Бұл бізде сапалық реакция, яғни 3 бром қосылған кезде 3 сутек кет қалды міне. 5-тен 2 ғана қалды. 3 бром барып отырды. Қосылған 3H бром. Бізде не дейді оқушылар? Бромның массалық үлесін тап дейді қалқыған. Значит, соны аламда бөлемін. Общий ерітінді массасына көбейтемін 100-ге тең болады процент бром. Общий ерітіндінің массасы деген бағаны айттым ғой. Бүкіл реагенттерді қосасың. 200 қосылған 240 азайтылған. Тұнба болса тұнба, газ болса газ. Мұны жерде тұнба бар екен. Значит, енді қарасаңыз, маған мынаның массасын табу қалды. Сосын мынау артылық қалған, бұның да массасын табу қалды. Мына малярлық массасы 331. Жаттап алғансың ғой же. Тағы бір тексере салайыншы. 240, 72, 17, 2. 331 дұрыс екен. Мынаның массасы арқылы, міне 200-дің 14,1 дегеніміз ол қанша? 14,1%. 28,2 грамм. Жазып қоям. 28,2. Астында 94. Мынаның массасын табам. 3 көбейтілген 160. Міне бірінші пропорция, міне екінші пропорция. Бромның массасын табалайық, давайте. 28,2 бөлінген 94 көбейтілген 3 көбейтілген 160. Яғни 144 грамм бром реакцияға түсіп кетті. Басында ол болды 240. Қалғаны осы екеуінің разницасы. Ал бізде тұнбаның массасын табатын болсақ, 28,2 бөлінген 94 көбейтілген 331. Мынауымыз 99,3 грамм екен. Пожалуйста, 99,3. Есептеп жеретін болсақ, 240 азайтылған 144, 96. 440 болады, 200-ге 240 азайтылған 99,3 деген. 340-та 7. 96 бөлінген 340-та 7 дегеніміз 28%. Так, міне. А варианты болады екен. Егер осындай есептерді шығарудан қиналатын болсаң, конечно, біз сені өзімізге шақырамыз, кел, қуана-қуана үйретеміз, күнделікті нұсқа талдаймыз. Көлемі 15,8 дециметр куб, 14 грамм. Так, тұз қышқылын қосына есепмен талдап көрсеткен болатымын. Менің алдыңғы YouTube-тағы видеоларымды көріңіздер. Сол жерде бұл есептің жауабы бар. Өзіңізде бір шығарып берсеңіздер болады. Жіберіңдер, Нұрса ағайларды Инстаграмға белгіле қойыңдар, мен тексеріп берем сіздерге. Немесе самый лучший нәрсе, келіңіздер тіркеліп, бірге нұсқа талдап, бірге үйреніп, грантқа түсейік, иә? Ары қарай кеттік. Күкіреуік газ құрамына кіретін қоспаны гелий бойынша салыстырмалы 7,25 дейді. Значит, 7,25 көбейтілген д гелий. 7,25 көбейтілген 4. Қанша болады екен? 29 болады екен, иә? Значит, күкіреуік газ деген бізде сутек пен оттек. Мынау X болса, мынау Y. X қосу Y тең болады 1. Көлемдік үлес, яғни 100% деген сөз. Біреуі 0,4 болса 0,6, 0,7 болса 0,3, 0,8 болса 0,2. Бағана түсіндірдім оны, иә? Екінші теңдеу деген 2 көбейтілген X, яғни фиді көлемдік үлесті MR-ға көбейттім. Қосылған 32 Y. Оттек. Тең болады 29. Міне, қазір мына теңдеу шығарған кезде есебіміз шыға келеді. Төбесін көрсетпей 2-ге көбейтіп жіберем. 2x қосылған 2y тең болады 2. Бір-бірінен азайтып тастағанда x-тер қысқарады. 30y тең 27, y тең болады 0,9.
Значит, x тең болады 0,1, иә? Себебі екеуінің қосындысы 1-ді беру керек. Не сұрап тұр? Жеңіл газ деген бізде сутек. Сутек деген бізде x. Значит, 0,1 дегеніміз 10% деген сөз. Балқу температуралары төмен болғандықтан қолда балқитын металдар. Нұрсағайларының авторлық кітапшасының бірінші бетінде тұр. Бұл әрине бізде цезий мен галлий. Теориялық сұрақтар да бар ішінде, иә? Қазіргі заманда биоматериалдар, жасанды буындар мен көп функционалды протездер жасау үшін қолданылатын құйма біз есте сақтау қабілеті бар құйма дейміз. Ол бізде әрине нитинол. Жаттап алыңдар. Фенолдың барлық массасы алынатын тәсіл де қолданылатын заттар дейді. Әрине бұл бізде кумолдық әдіс. Кумолдық әдіс нәтижесінде фенол ғана алынбайды, ол жерден еще ацетон алынады. Бұл бізде бензол және пропилен. Болды, оқушылар, көрдіңдер, пайдалы болсын. Кішкене болсын пайдасын тигізген болса, мен қатты қуанам соған. Атак, жалпы Нұрсағайларыңа рахмет айтқыларың келсе, міне, пожалуйста, YouTube каналда просто видеоны қарап қана қоймай, каналға тіркеліп алыңдар, себебі келесі шығып атқан видеоларда тіркелген адамдарға уведомление болады. Нұрсағайларың жаңа слифті шығарды, кіріп қара деген уведомление сіздерге де баратын болады. Олай болса, оқушым, саған сәттілік, грантқа түсіп кете ғой, мен сенің тілекшіңмін.